Ал Алматыдағы Атакент орталығына қатысты дау басылған сияқты. Себебі қала басшылығы ешқандай ағаш кесілмейді, құрылыс жұмыстары жүрмейді деп сендіруде. Қоғам өкілдерін елең еткізіп, көпшіліктің наразылығын тудырған жаңалық 2 күн бойы қызу талқыланған еді. Тіпті кейбір азаматтар Атакенттегі ағаштар оталатын болса, митингке шығамыз деген. Бүгінгі таңда Атакентте 9000 ағаш кесіледі деген сөз ол жалған. Ешқандай ағаш кесілмейді. Ондай ағаш кесілуге ешқандай ұсыныс берілген жоқ. Жолайрық пен конгресс орталық салуға ұсыныста түскен жоқ, жобасы да жоқ деген әкімдік өкілдері қаладағы әр түп ағашты нөмірлеп бақылап отырады екен. Ал құрылыс туралы ақпаратты жариялап шу туғызған Атакент іскерлік орталығының басшылары 30 гектар аумақтың қала меншігіне өткенін растайды. Бірақ 1 жыл бойы оны күтіп баптау жұмыстарына әкімдік мүлдем көңіл аудармапты. Потрачено немало средств. Аз қаржы жұмсалған жоқ. Ағаштарды күтіп баптауға, тазалығын сақтауға былтыр 300 миллион теңге жұмсадық. Ал жыл басынан бері 110 миллион теңге кетті. Халықтың алаңдауы орынды деп санаймын. Ал әкімдікпен арамызда келіспеушілік болған жоқ.